Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, сіздермен Руслан Өтепбай. Артында тұрған мына ғимаратта елге белгілі блогер һәм заңгер Әділетхан Молдаханның алдағы тағдыры шешілуде. Себебі дәл осы жерде сот процесі басталды. Қазір процеске кіріп, онлайн қатысып, сіздерге барлық ақпаратты көрсетеміз. Әділетхан Молдаханға қатысты сот отырысы сағат 11:30-да басталды. Өкінішке қарай журналистер сот залына кіргізілген жоқ. Бақ өкілдеріне сот процесін бөлек бөлмеде онлайн трансляция арқылы ғана тыңдауға мүмкіндік берілді. Алайда эфирдегі дыбыс сапасы өте нашар болғандықтан сотта айтылған кейбір мәліметтерді толық есту мүмкін болмады. Сондықтан әзірге сіздерге сот отырысынан қысқаша үзінді ұсынамыз. Ал одан кейін сот процесіне қатысушылардан алынған сұхбаттарды жариялаймыз. Осы соттың басқа залында журналистер және басқа да азаматтар қатысып отыр. Сот мәжілісі ашық болғандықтан. Сондықтан да сотталушы Әділетхан Молдахан, яғни сіздің бейнеңізді көрсетуге қарсысыз ба, қарсы емессіз ба? Жоқ, сот қарсы. Түсінікті. Сот залына қарсы. Түсінікті. Не знаю, я назначился в 23 году, 15 мая, на должность заместителя начальника управления местной полицейской службы. Был непосредственно куратором своего подразделения. Ну, как вы знаете, в мае 23 года уже Әділетхан Молдахан уже не работал в этом подразделении. То есть я его вообще лично с ним никогда не знаком, не был, никогда не пересекался, только знаю о том, что есть такой человек по инстаграму, ну, естественно, все люди смотрят, вот, где-то правильные вещи, честно сказать, говорил, народу подскажет, как в какой-то ситуации. Ну, никогда не думал, что в отношении меня такое, тем более я с него знать не знаю, честно сказать. Түсінікті. Сұрақтар беруші, иә? Прокурор Сапаров. Түсінікті. Так, жәбірленушінің өкілі Балманов, сұрақ бар ма? Құрмет сотынан қалуынан сұрақтар бар. Қазақша айтып орысша қойдым. Қазақша түсінсіз сұрақ қазақша қоюға болады, орысша жауап береді. Айтыңызшы, Жұмабек мырза, сіз полиция қызметкері болып 20 жылдан бастап істеп келе жатырсыз. Осы қазіргі айыптау ісінде үстемдік болған азамат бірге істескен уақыт болды ма? Қызметтес болғансыздың, сізге бармашылық болған, сіздің қол астыңызда істеп, сізбен жаңағыдай кездер болды ма? Сондай жағдай болған. Болған жоқ та. Яғни сіз жалпы айтқанда қызметтес те болған жоқсыз. Жоқ болған. Өмірде де көрген жоқсыз. Мен қазір сыр жүрмін. Өмір заңында туған жоқ бар ма? Бар, бірінші сұрақ бар. Ал, сен сол оқиға орнына шықтыңда болса, оған да болған дейді. Оқиға орнындағы сен сол материалдармен танысқан болсаңыз, жалған нөмірлермен жұмыс. Енді ол қазір екінші сотта да болып жатыр, ол жариялатуға айтқан мәліметтер. Ол сізге қызметпен белгілі болып өткен сіз 21 күні бағанағы оқиға болған болса. Мен қарсылық білдіремін. Бұл біздің іске ешқандай болған жоқ, өйткені жария нөмір туралы бұл іске айтылған ғой. Ол жалған ақпарат ретінде бізге белгілі отыр. Мен ол сұрақты қоймай қалай айтамын? Сұрақты түсіндіңіз бе? Түсінікті мырза. Оқиға орнында сіз болдыңыз осы жерде бағанағы әкімшілік полицияның бастығы ретінде оқиға орнына барған кезде және өзіңіздің қызмет бабыңызбен сізге белгілі болғандай жалған нөмірлер сол жерде болды ма, болған жоқ па? Бұл сұрақ, оңай сұрақ. Жалған нөмір ол қалай жалған нөмір? Подложный номер бойынша толтырылды ма? Айыппұлға расталдыңыз? Нет, я в этот материал, даже там же не было понятно, жалған номер или өз номером қайдан білесіз. Это потом выяснилось, что оказывается это потом, и потом, на данный момент выяснилось, да, что это подложное. Нет, погодите. сейчас я было буквально через 2 дня. Нақсы, басқа сіздер болды? Біз жоқпыз. Без боя сізге тағы үшінші ескерту. Мне не было известно, это подложно или настоящее. Келесі сұрақ. Оқиғаға байланысты сіз оқиға орнында басқа да бір
полиция қызметкерлерінің бар немесе жоқ екені туралы мәліметтер білдіңіз бе? Оқиға орысша айтсаңыз дегенде осы мәселеге көңілден түсіндім ғой. Мен қазақ тілде қойып жүрмін, құрметті рұқсат бердіңіз. Мен қазақ тілде қойып жатырмын. Сұрақ қояйын. Иә, оқиға орнында полиция қызметкерлері бағанағы жоғарғы шенді адамдардың көлік жүргізушілері туралы мәлімет туралы не айтасыз? Қысқаша. Я никому не решал. Жоқ, шашалар емес. Үмітен орнына жауаптың жариялап барып сұрақ қойса, өйткені бұл сұрақтарды қойылғаны бұл кісіге жауап берген. Жариялап жүрміз. Сол жерден жариялап жүрсем, тергеуші вопрос следующий. Знаете ли вы Расулкова, если да, с какого времени и каких книг обстоятельств познакомились? Водители? Да. Водители. Этого водителя даже, я честно скажу, уважаемый суд, я даже не знал, как его фамилия. То, что есть водитель у господина Музабаева Осет, я это знал. Но какое отношение он имел к этому факту и вообще как он там, ну, сейчас же выясняется, что он, оказывается, там был за столом, с ними вместе сидел, там, ехал и так далее. Этого я не знаю. И этого Осета знаю только как и водителя Музабаева. Как фамилию я только узнал когда следователь попробовал такой задавать, что у него фамилия Заломан. Расул? Расул. Арыз қайдан жаздыңыз? Маған енді жоқ, сізге жалған ақпарат таратты, мен үлкен жоқпын деп тек шара қолдану үшін арызды қайсыз қолдадыңыз? Я сейчас не скажу. Енді сіздің арызыңызбен қозғалма, сіздің қарғай шейін жүріп, или болмаса По факту на вас было заведено дело, соответственно, меня вызвали в следственное управление, там допросили. Айны сіз существенный бред келіндегі сізге және имиджіңізға жаңағы существенный бредті дәлелдеп бере аласыз ба? Қандай денсаулығыңызда немесе басқа? Да, я месяц был в одном лечении кардиолога, у меня поднялось давление, есть справка, выписка от врача, поэтому я считаю существенным вред, в первую очередь, и также есть вред моей репутации, как сотрудника, как руководителя. Больницаны жарды, сондай болмысында енді сіз өзіңіздің арызыңызда жаздыңыздар, в интернет в ресурсе Инстаграм распространил недостоверные сведения деп жаздыңыз. Сонда недостоверные сведения деген ол кредитама жалған сізге жалған жабу ма? Недостоверные сведения это то, что я крышевал, давал указания, недостоверные сведения. Бұл жалған ақпарат тарату ма, не болмаса сізге жалған жабу ма? Я ответил, недостоверные сведения. То, что вы дали недостоверные сведения, что я там кому-то крышу, как сказать, даю указания. Сіз өзіңіздің лауазымыңыздан жол көлік оқиғасы болған үшін Аль-Фарабидегі задавающий ДТП соны болдырған үшін босатылдыңыз ба, әлде мен үйден үшін бе? Все вместе в совокупности, я только что пошел. Аяқ алсыңыз сіздің ішінде, жаңағы дисциплинарный комиссияның ішінде задавающий ДТП за то, что не усмотрели, и за то, что вы не соответствуете своим должностным Приказ, я не знаю, можете узнать его руководство в кадрах. Приказ сол себепті жұмыстан босатылған. Посмотрел приказ. Сіз лауазымыңыздан өз еркіңізбен баян жазып кеттіңіз бе? Себепкер мен болғанда, не болмаса мен таратым сізге Сам болмады, потому что руководство будет резонанс. Просим освободить. Яғни мен таратымнан шықпайсыз болғанда. Комиссия не сказала, что Өз еркіңізбен жаздыңыз, мен сізге ешқандай ісін жасаған жоқпын, дұрыс па? Жұмыстан кетуіңіз үшін. Өзіңіз шешім қабылдадыңыз ба? Сіз өзіңіздің жауабыңызда, возможно, имеются штрафы, как служебная машина участвует на видных мероприятиях. Да, тізім деген кезде Алматы қаласында 19-21 арасында при сопровождении деп жауап бересіз. Алайда жақсылық велосипедте 400 теңге штраф сол жол бостандығы үшін салынған болатын. Ал енді жүргізушінің барлық осындай айыппұл салынады ма, осылай поток неме несін мероприятие жүргенде әлде баянсыз негізде жойылады? это вопрос ко мне, уважаемый. Бұл сказал Шабин Петров, бұл мәселе үшін. Келесі сұрақ. Біріншінің өзінің айыптығы жаңағы
жерге жаңа 122 айтып алып тастау керек. Бәрі одан алып тастау керек деп жаңа начальник департаменттен депутат айтып отыр. Бұл жерде бізде Қазақстанда сөз бостандығы деген бар, әр адам өзінің пікірін айтуға құқылы, сол себептен үкімет оларды алып тастау керек деп айтты. Абылай ол кісі тарапынан мен кері пікір, мен жалған ақпарат басқа ондай ешқашан айтпадым. Орнын алып тастаңыз деп айттым, басқа ешқашан айтпадым бұл видеода. Орнын алып тастау керек деген кезде ана фамилиясын айттым. Абылай именно ол Крышуев, ол рұқсат береді деген ондай әңгіме айтылған жоқ. Бала білім жүргізуші, сол көлікті басқарған, сол көлік жүргізуші куәлігі болмағандығы үшін жаңағы жедел уәкілдермен салынған сөз. Сол видеоға мен сілтеме жасап айтқаным. Шумаев Крышуев деген сөз жаңағы стенограммада да, экспертизада да және видеода да айтылған. Шумаев 120 деген қазір ой айтылған, ал 120 деген сөз Қазақстанда қаншама адамдар 120 деген сан бар. Ол Крышуев деген сөз айтылған. Тек қана сілтеме жасап тұрып, жаңағы осы видеода назар аударсаңыз, кто он такой деп сұрақ қойдым, Шумаев деген әшейін бұл. Жастарды ДТП Аль-Фарабидегі болған ДТП-ны ол тышауға кетеді деген сөз айтылған. Жаңағы военный шестойдың тоқтатылған Ұзабай Елжан разрешенный кататься деп айтылған сөз бар, сол сөзге мен ссылка сілтеме жасап айттым. Басқа ешнәрсе. Менде жаңағыдай жалған ақпаратшыларда сол парақшада Инстаграм желісінде әлеуметтік желіде. И оны сол әкімшілік жауапқа тартылмағандықтан содан кейін мен айтып отырмын. Олар 4 жыл теңге әкімшілік жауапқа тартылған за передачу руля. Алайда жаңағы Ераптада сияқтылда да әкімшілік жауапқа тартылмай шығып кеткен. Бір күн ішінде автокөлігін айыптардан алып кеткен. Сол себепті мен айтып сілтеме жасадым. Мен жаңағы оған Шумаев Серік мырзаға және Ұзабай Ержан мырзаға өзара уәж деген не болмаса ондай нем жоқ. Өшпенділік, ондай арамызда ондай болмағанда, арамызда түсініспеушілік те болмаған. Бұл себеп қанмаймын. Мен осы видеоға сілтеме жасадым. И жаңағы дорожный полицияға және наружный службаға ответственный адамдарды одан кейін жаңағы должностарын аттарын айттым. Абылай құрметті Крышава идея деп жаңағы видеода да көрсеңіз, ол жерде бір целенаправленно айтылған жоқ. Менде мотив жаңағыдай қылмыс жасайтындай менде целенаправленно нәпсіні жанындайын, бүйтейін ондай ойда болған жоқ. Айыпталғасын жазып тұрған 21 қылмыстық ой туған бұдан деп. Қылмыстық ой туатындай құрметті жол қойды оқасын мен болдырған жоқпын. Мен орны жол қойды оқасын 24 күнін көріп отырмын. Мен көп сайда болдым, сексек тамайын жерде болдым. 24 күнін келіп көрді, 25 күні жаңағыдай видео түсіп әлеуметтік желіге салдым. Менде ой болған жоқ құрметті жаңағысын. Ардақты ағайын, Әділетхан Молдаханға қатысты сот отырысы аяқталды. Жалғасы енді келесі аптаға бекітілді. Қазір енді процеске қатысушылардың барлығы осы жерден шығып жатыр. Прокурор ханым, саламатсыз ба? Бір сұрақ қойсам болады ма? Айыптау актісі негізінде сіз қандай жаза сұрайсыз? Әділетхан Молдаханға қатысты. Рахмет. Әділетхан Молдаханға қатысты қандай жаза сұрайсыз? Мен айта алмаймын. Неге? Қазіргі таңда сот енді ғана жүріп жатыр. Сол себептен. Сонымен қатар Алматы қаласының прокуратурасы баспасөзіне тікелей хабарлассаңыздар, сізге толықтай ақпаратты береді. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Қазір ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қазір сіздерден сұхбат аламыз, неге кіруге болмайды? Судья жоқ қой енді. Сот мәжілісі. Онда ар жағынан кірейік, неге беруге болмайды? Ол өзінің құқы, бермеу. Ешкімді мәжбүрлемейміз ғой. Мәжбүрлеудік емес. Сот аяқталды ғой. Айттық қой, конвойный служба алып шығады деп. Олардың өздерінің жұмысы бар. Сол себепті. Жоқ, конвойный служба ол қауіпсіздікке жауап береді ғой. Күтетін несі бар? Жоқ, біз енді өзімізді құқымыз білеміз ғой. Ол күдікті ғой, ол сотталушы емес қой. Қазір мен бір сұрақ қоям, өзі сұраққа жауап бере ма, жауап бермей өзі біледі. Өзі біледі. Жоқ, қандай рұқсат? Әділетхан, жалпы жауап бере саламыз. бүгін процесс көңіліңізден шықты ма? Көңілден шықты бәрі. Елге не дейсің, бәрі уайымдап жатыр. Елдерге, қазақ елі қолдауларыңызға үлкен рахмет. Бір алла өзі жар болсын, алла қаласа енді
Бұған дейінгі бұқаралық ақпарат құралдарында өз кінәсін мойындады дейді. Сіз нені мойындадыңыз? Мойындадым болғанда менде қылмысты жасайтындай тікелей ой болған жоқ. Шындықты айтқанын мойындаймын. Шындықты айтқанын мойындаймын. Өзінде бәрі дұрыс қой іште. Процесс түсірген болсаңыздар. Қазір суын бере салайыншы деп тұрыңыздаршы. Су берем. Су берем. Айда су. Ардақ ағайын, процесстен шықтық. Қазір менің қасымда сотталушы, яғни күдікті болып танылған Әділет Молдаханның заңгері. Нұртуған мырза, процесс көңіліңізден шықты ма? Иә, сот әзірге объективті қарап келе жатыр. Енді Әділетхан бауырымыздың өзінің шешімі әзірге мойындап тұр. Ол пікір кез келген сәтте өзгеруі мүмкін екенін ескеруіміз керек біз. Сол үшін әзірге осы барлық өзінің ойындағысын айтқысы келді. Сол үшін ол бірінші сөйлеуге ұмтылды. Алайда сот Әділетханның сөз сөйлеуін, яғни сотталушыны ең соңына қалдырды. Қазіргі жәбірленушілердің жауабы алып басталды. Өздеріңіз көрген шығарсыздар ол бойынша. Ең алғашында Озабаев 11 миллион жәрдемақы, үстемақы талап етті ғой, моральдық шығын. Одан кейін бүгін Шумаевта дәл сондай сумма талап еткен белгілі болды. Егер де екі жақтың кешірімін алсаңыздар, жаза қандай болуы мүмкін? Екі жақ кешірім алса, бұл іс қысқарады. Бұл орта санаттағы ауырлықтағы қылмыс. Кешірім берілетін болса, бұл іс жауапкершілік соттылық жойылады, соттылық болмайды. Енді сіздер екеуі ара сол кісілердің адвокатымен немесе тікелей жәбірленушімен өздеріңіз ол кісілерге әлі кезге дейін барып жатырмыз. Ол Әділетхан өзі де айтып жатыр ғой, маған мойындаймын аға, кешір, қателік кетті, ондай бір қылмыс жасаймын деген ойым болған жоқ деген секілді өзінің ойын айтып жатыр. Әлі де біз барып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Ол туралы енді нақты айта алмаймыз, бірақ ол әрекеттер болып жатыр. Енді сіздің өзіңіздің субъективті ойыңыз кешірім бере ме, бермей ме, қалай ойлайсыз? Енді ол кісілердің орнына жауап бере алмаймын, бірақ бізге берсе дұрыс болар еді. Өйткені Әділетхан ешкімге бір ауыр қылмыс жасаған жоқ, кінәсін мойындап кешірімін сұрап тұр. Тіпті ол кісілер де айтып отыр, біз кешірімге алған ақшаны өзімізге емес, балалар үйіне береміз деп отыр. Сондай бір жақсы соң, яғни хэппи энд дейді ағылшынша айтқанда, солай бітсе екен деген ойдамыз. Егер кешірім бермесе жаза қандай болуы мүмкін? Кешірім бермесе жеңілдететін мән-жайларды есептей отыр. Бұл сотқа байланысты, бірақ орташа ауырлықтағы қылмыстар бойынша жазаның ең ауыр мөлшерінің жартысынан аса алмайды. Яғни 3 жыл көзделген болса 1,5 жыл деген секілді бас бостандығын шектеу, айыру немесе айыппұл көлемінде болуы мүмкін. Әділетханның бұрын істі болғаны осы іске кереғар әсерін тигізуі мүмкін бе? Қазіргі таңда жоқ, себебі соттылығы жойылған. Тікелей ол сотта да анықталды, тергеу кезінде анықталды. Ол кезде, яғни пробациялық бағанағы есепте тұрып, одан кейін өзінің жазасын өтеуден босатылған болатын болса, ол сол сәттен бастап соттылығы жойылған деп есептеледі. Енді айыптау актісі бойынша Әділетханның Инстаграмға салған видеосында кінә қателік қай жерде кеткен? Кінә қателік менің ойымша сол енді эмоциямен аттарды, аты жөндерін нақтылап айтқан жерлері бар, бірақ оның өзінде де мен енді қатты ол кісі былай мына жерде қате кетті деп айта алмаймын, оны пікір айта алмаймын, бірақ біздің ойымызша ол жерде айтатында негіздер бар сияқты болып көрінеді. Өткен істе көрген болсаңыздар, ол өзі айтпайды. Міне ол адам кім деп ойлайсыздар деген кезде басқа бір видеоны көрсетеді. Ол видеодағы адам саған кім рұқсат берді десе, Узабаев деп айтады. Сосын міне осы адам рұқсат беріп жатыр екен ғой деген секілді сол видеодан шыққан пікірін айтып жатыр. Сол видеоға сілтеме жасай отыра өзінің пікірін айтып жатыр деп есептейміз да біз. Егер Әділетхан енді өзі көре жатар, бірақ Әділетхан қай позициясын болса да біз қолдауға дайынбыз. Қазір енді Әділетхан үйдің жалғыз асыраушысы екенін білеміз. Бала шағасы қалай күн көріп жатыр? Қалай күн көріп жатыр дегенде, кәсіпкер достары бар, өзіміз жұмыстарымыз бар, алдыңғы жұмыстар бар деген секілді біз қазір отбасы, ағайын туыстар барлығы көмек беріп, бір кісіде атсалысып жатыр. Осыншама оқырмандарының өзі өткенде білген болсаңыздар, қаржылай болсын, басқалай жасырын түрде болсын көмек беріп жатқан шығар деп ойлаймын. Мен өз айтуы бойынша да сондай нәрселер бар. Және бауырлары әйелінің кәсіби шотын қойып ақша жинаған болатын жылу. Қанша ақша жиналды, құпия болмаса? Ол жағын мен нақты білмейді екенмін. Соңғы көргенімде 8 миллион жобасында жариялаған еді. Одан кейін сұраған жоқпын. Көп рахмет сізге. Ардақты ағайын, алдымызда Озабаев жәбірленушінің адвокаты Асылбек мырза. Асылбек мырза, төтесінен сұрақ қойыңызшы. Сіздер Әділет Молдаханмен келісімге келіп, кешіру ойларыңызда бар ма? Ол позиция Озабаевтың өзінен ғана сұрау керек, бірақ қазірге кешіру болмайды. Себебі азаматтық талап орындалған жоқ, және өзі кешірім сұраған жоқ.
адвокаттары немесе өкілдері келіп жаңағы кешірім сұраған жоқ. Сондықтан кешірім Азаматтық болмайды. талап дегеніңіз не? Азаматтық талап іс бойынша моральдық және материалдық келген шығынды өтеу. Ол 11 миллион, иә? 10 миллион моральдық және 1 миллион теңге жаңағы адвокатқа кеткен материалдық шығын. Егер 10 миллион теңгені өндіріп 1 миллионды берсе, сіздер және Ұзабаев кешіруге дайын ба Молдаханды? Ойлануға болады, дайын деп айта алмаймын. Жақсы. 10 миллион теңгені қайда жұмсамақсыздар? Құпия болмаса. Өйткені Ұзабаевтың қалауы бойынша балалар үйіне беремін деген. Мен енді осы сұрақты Молдаханның да адвокатына қойдым, сізге қойыншы. Әділет Молдаханның Инстаграмға салған видеосында қандай қателік бар? Инстаграмға салған видеосында ол жаңағыдай нақтылап тұрып, жаңағы Ұзабаевтың шопырын және BMW автокөлігімен кезінде жаңағы біреу ұсталып, ол да бір жалған ақпарат берген шығар деп ойлаймын. Ұзабаевтың атын атап жатыр, сол рұқсат берді деп. Ол шындыққа жараспайды, себебі ол бойынша тексеру жүргізілді деп санаймыз. Ол бойынша қорытынды шыққан. Оған Ұзабаевтың ешқандай қатысы жоқ. Және Ұзабаевтың шопырының жаңағындай жалған нөмірді тағып алып, жаңағы штраф жасаған 4 миллион теңгеге деп. Ол қылмыстық іс қазір аяқталуда. Ол қылмыстық іс бойынша мен де жаңағы Жақсылықов Әсетті қорғап жүргем, және ол қылмыстық іс аяқталып, қазір сотқа жолданайын деп жатыр. Ол жайында мен ақпарат бере алмаймын, бірақ не себепті ол қайдан ол ақпараттарды алды? Мысалы, мен біреудің штрафын көре алмаймын. Тем более жерде жалған нөмірдің. Ол қайдан алды? Қорыта айтқанда қысқаша оның қателігі атты атап түрін түстегені ма? Атты атап түрін түсіріп позывнойларын айтып жаңағыдай. Және бір жалған ақпараттарды, көрінеу жалған ақпараттарды халыққа жаңа таратқаны өзінің масс-медиа арқылы. Сөйтіп ол жаңағы шындыққа жанаспайтын нәрсе, ол тексерілді, тергеу қорытындысын берді. Қазір міне айыптау актісімен сотта іс қаралып жатыр. Осы видео арқылы Ұзабаевқа қандай да бір шығын келді ма? Міндетті түрде келді. Ол енді оның жаңағы абыройына қанша жылдар бойы, мысалы 20 жылдан астам жаңағы қызметте азамат ант беріп жаңағы қызмет жасап жүрген жерінен, мысалы осындай жаңағы Әділетханның жалған ақпаратына сәйкес оны қызметтен босатып тастады. Себебі резонанс тудырды оның ақпараты. Жоқ, қызметтен босатқанда өзі қызметтен босату үшін не жасаған екен ғой? Баян қачы енді міндетті түрде жаңағы жоғарғы басшылықтар айтады ғой оған, жаңағы қазір резонанс болып жатыр, жаңағы қызметті босат, халық шуламасын, бір тексеру жүргізейік, мынау жаңағы Әділетхан Молдаханға қатысты қылмыстық іс аяқталсын деген сияқты. Ертең жаңағы бұл жерде айыптау үкімі шығатын болатын болса, онда Ұзабаев пен Шумаев бұл жерде ақталды деп есептеуге болады. Сонда бәрі басылғаннан кейін Шумаев пен Ұзабаев қайттан қаз қалпындай жұмысына оралуы мүмкін ба? Ол мүмкін, бірақ ол тек қана жоғарғы басшылықтың жаңағы шешіміне байланысты. Жақсы. Ішкі тексеріс. Жақсы. Әділетхан Молдаханның егер ақпараты жалған болса, көпе көрінеу болса, не себепті онда бұл кісілер қызметтен босатылады, уақытша болсын? Себебі қоғамда жаңағы резонанс тудырып отыр, жаңағы Әл-Фараби даңғылындағы жол көлік оқиғасы. Сондықтан жаңағы халық алдында жаңағы ішкі істер органдарының жаңағы қызметкерлері бір қателіктерге, не болмаса жаңағы қызметтік жаңағы құқықбұзушылықтар болатын жағдайда, мысалы болса, ертең біз оған төтеп береміз, біз оны жаңағы қараусыз қалдырмаймыз деген ішкі істер министрлігінің жаңағы өзінің беделін түсірмеу үшін халықтың алдында көрсетіп жатыр. Біз қызметтен босата аламыз жаңағыдай. Егерде жаңағы сот үкімімен жаңағы сотты болып сотталса, не болмаса тергеумен жаңағы айыпталса, онда сол жаңағы міне жерде қазір көріп отырмын, мына қылмыстық іс бойынша айыптау актісі шығатын, айыптау үкімі шығатын болса, онда жаңа айтқандай Ұзабаев та, Шумаев та ақталған болып есептеледі. Түсіндіңіз ғой? Жақсы. Енді біздің қасымызда Шумаевтың адвокаты Палманов Жандос мырза. Жандос мырза, жалпы Шумаевтың несін сұрадық, естідік. Өз аузыңыздан естейікші. Сіздер кешіру үшін немесе келісімге келу үшін қандай жағдаяттар орындалу керек? Алдыңғы сот процесстерінде өздеріңіз білесіздер, Әділетхан тарапынан жаңағы процесстік келісім кінәні мойындау туралы өтініш хат білдірген. Бірақ қылмыстық процесстік кодекстің 613 бабының 3 бөлігінде былай деп жазылған: жәбірленушінің келісімімен ғана прокурор оны бекітеді. Біздің келісіміміз әлі жоқ, алынған жоқ.
бізден кешірім де сұраған жоқ, алдымыздан өткен жоқ. Кім өту керек? Жоқ, әділетханның өзі бірінші кешірім сұрау керек, кінәсін мойындау керек. Сосын біз талап арыз қойып жатырмыз ғой. Талап арызымыз толыққанды, егер сот тарапынан кеңесу бөлмесінде қанағаттандырылып жатса, соған қатысты өзің жаңағы өндіру мәселесін Жақсы түсіндім, мен түсіндім. Енді сіздер Әділетхан келіп алдымыздан өтсін дейсіздер. Әділетхан қазір изоляторда. Қалай келу керек? Немесе ата-анасы бару керек па, келіншегі келу керек па, немесе заңгерлер бару керек па? Ол заң бойынша шектеу қойылмайды, заңгерлер болсын, өкілдері болсын, әйелі болсын, әйелді қатысып жатыр ғой қоғамдық мысалы ретінде. қазір жағдайды ушықтырмай сіздер тұрсыздар. Сіз енді Шумаевтың атынан келіп тұрсыз, Асылбек Ұзабаевтың атынан келіп тұр. Толықтай құқылысыздар ғой келісімге. Енді міне ата-анасы тұр, бауырлары тұр. Сіздер осы жерде бір бітімге келу жоспарда жоқ па? Қараңыз, Руслан мырза, қазір мен қорғауымдағы азаматтың атынан кешірмеу мәселесін айта алмаймын. Мен бірінші ол кісімен ақылдасайын. Ол кісілер бізге келсін, офиске келсін, или шақырсын, біз барайық, ақылдасайық, отырайық, сөйлесейік. Ол кешірім ма деп бере салатын нәрсе емес. 27 жыл бойы мен қорғауымдағы азамат полиция қызметкері болған. Өзінің антына серік, берік болған деген сияқты. Жалған ақпарат таратылғаннан кейін, қоғамда жағымсыз ақпараттар тарағаннан кейін бұл кісіні жұмыстан алып отыр. Палманов мырза, қазір енді егер де екеуі ара келісімге келсе, іс қысқарады ғой. Осы баппен 3 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе айыру көрсетілген, және айыппұл бар. Егер де енді келісім болса, сот тарапынан кеңесу бөлмесінен оң нәтиже беруі мүмкін. Жақсы, енді жағдайды ушықтырмай, жанылмайтын, жақсы сүрінбейтін тұяқ болмайды. Сіз өзіңіздің жаңағы жәбірленушісімен сөйлессеңіздер. Мына кісілер енді Әділетхан Молдахан үйінің жалғыз асыраушысы. Мен бірінші қорғауымдағы азаматтың өзінің субъективді мнениесін білейін, пікірін білейін. Осындай бізге келіп жатыр, алдымыздан өтіп жатыр. Сол себепті бәріміз енді осы заң саласында жүрміз ғой, ол да бір заңгер деген сияқты. Ол да бір өзінің консультациясын берген. Бірақ жекеге өтіп, астын сызып, қоғамды жаңағыда призывать етудің қажеті жоқ еді. Білдіңіз ба? Ол жерде енді оны растайтын, жаңа әріптесім де айтып кетті, оны бейнероликтің жаңағы филологиялық жаңағы сараптамадан қорытындылар бар. Ол да бір сарапшылар ғой енді. Біз заңгеріміз, айыптау шегіне шыға алмаймыз. Ал енді сіз енді өзара келісім кезінде Шумаевпен сөйлестіңіз ғой, оның көңіл күйі қалай жалпы Әділетханға деген? Енді қорғауымдағы азамат арызданып отыр. Біз бүгін енді талап арыз қойдық. 10 миллион моральдық тұрғыда және заңгерге шығындалған 1 миллион теңге. Растайтын келісім шарт та бар, түбіртектер де бар. Сот кабинеті арқылы біз сотқа да ұсынғанбыз. Сонда бас аяғы 22 миллион теңге беру керек қоя? 10 миллион сіздерге, 10 миллион сіздерге және 1 миллион. Моральдық шығынға қатысты мен өзім пікірім білдіріп кетейін. Бұл моральдық шығын деген біз 20 миллион сұрағанмен де сот 20 миллион ма деп бере салмайды. Ол ақылға қонымды, парасаттылық танытып, сот оның 10 миллион қанағаттандыруы мүмкін. 5 миллион қанағаттандыра ма? Ол сот қарауында. Ол бойынша ол үкім шыққаннан кейін сот өзінің объективті өзінің бағасын береді. Жақсы, енді келесі сот процесіне дейін 26-сына бекітілді ғой. Сіздер өзара келісіп кездесуге құқықтарыңыз бар ма? Біз әрдайым өкіл ретінде айтамыз, қандай бір келіссөздер болса да біз дайынбыз. Мына жерде туысқандар бар ғой, Қазір емес, Руслан мырза. Қазір емес. Жоқ, қазір емес, мен ойын білейінші, сіздердің көздеріңізше. Сіздер бұл кісілерге барып, Шумаевтың алдынан өтіп, Ұзабаев сондай процесс болды ма? Бірінші тарапта біз мойындадық қой, біз кінәмізді мойындадық. Әділетхан әке-шешесі қазақбайшылыққа салынып, давайте істі ушықтырмай, өзара келісіп, шешейік дедік. Енді бұл кісілерден сіздер кешірім сұраймын, қараңыздар. Сіздер бұқаралық ақпарат арқылы ғана біздерге лебіздеріңізді білдіріп жатсыздар. Адами тұрғыда емес, қараңыз, қараңыз. Мен Шумаев Серік Исатаевичтің өкілімін. Есімім Жандос, фамилиям Палман. Егер бірінші рет көріп тұрсаңыз айтады. Бұқаралық ақпарат өзіңіздің страницаңыз қалып, кешірім сұраймыз тағы бірдеңе демей, жеке өздеріңіз келіп біздің алдымыздан өтсеңіздер, біз келісім шарт жаңағы сөзге всегда дайынбыз. Біз сөзге ашықпыз. Ашықпыз. Жақсы, сіздер енді бауырларыңыз бар, ата-анаңыз бар, Тараздан келген. Бүгін темірді қызған кезінде соғып, телефон алмасып кешірім сұрауға дайынсыздар ғой? Болсын, кешірім сұрауға дайынбыз. Біз алдында бірінші процесс біткеннен кейін де біз келістік, кешірім сұрап сіздерден өзіміз осы істі тоқтатайық деп. Бірақ ол кезде айтты Ұзабаев мырза, заң жүзінде көреміз, заң жүзінде шешеміз, біз кешірім бермейміз деді. Сол күйінде ол кісі сол жақта қалып қалды, әңгімесі одан кейін ол кісілермен мен байланысқа шыққан жоқпын. Кешірім бермейміз деген сөз айтылмаған шығар. Айтылмады, ол әлі субъективтік пікірін әлі білдірген жоқ. Заң жүзінде қарайық. Дұрыс қой, заң жүзінде, заң шеңберінде деп айтып отыр. Әлі сот процестері алдымызда ғой. Жақсы.
Қазір мен бір сұрақ қояйыншы. Сіздің есеп шотыңызды белгілеп, бауырлары бар, блогерлар бар, жылу жина делден. Иә. Қазір кетпеңіздер. Қанша ақша жиналды 11 миллион. 11 миллион? Иә, Демек бір адамның кешірім беретін ақшасы жиналды, иә? Иә. Одан артық жинаған жоқпыз. Себебі сот әлі қанша белгіленетіні белгісіз ғой. Екі тараптан қанша сума шығатыны белгісіз. Жақсы. Не айтқыңыз келеді? Мен туған інісі боламын, Молдахан айтқаным. Кешірім сұрамады деп жатыр. Алдындағы сот отырысы өткен кезде біз осында Шумаев Серік Исатаевич бар, және де жаңағы Узабаев Ержан мырзадан біз толықтай кешірім сұрадық. Ағамның іс-әрекеті үшін де кешірім сұраймыз, ағамның өзі де мойындады, полностью кешірім сұрадық біз. Енді аяғына жалынбасақ да біз кешірім сұрадық. Енді олар айтты, біз заң бойынша шешеміз, біз кешіре алмаймыз дегенге келтірді. Заң бойынша шешейік. Десе де тағы да кешірім сұрауға барсыздар ғой. Біз сұраймыз, иә. Біз кешірім сұраудан тайынбаймыз. Сұраймыз, әрдайым дайынбыз кешірім сұрауға. Ағам үшін, ағамның бостандығы керек. Бұл заңмен негізі сотталып кету қиын жағдай негізінде. Былай алған кезде заңға келетін болсақ, заңды белшесінен басу дұрыс емес деп ойлаймын. Ағам бостандыққа шығу керек. Не үй қамаққа жібермеді. Мысалға қазіргі таңда 8 айлық бала бар. Мысалға жеңгем екеуінің 8 айлық баласы бар. Күнде мысалға жеңгем өз қарайды. Бұл үй қамаққа негізі жіберу керек еді заң бойынша. Бірақ үй қамаққа да жіберген жоқ. Қатаң қарап отыр да. Сол айтарым. Сіз не айтасыз? Қазір осы шығарылымды Узабаев пен Шумаев көрсе, соларға бағыттап не айтасыз? Тезірек осы өз арамызда шешіп алсақ, бара-бара ушықтырмай, бізге де әділетхан керек. Біздің қазір кәмелеттік жасқа толмаған 3 баламыз бар. Балаларымыз өте кішкентай. Әділетхан біздің жалғыз асыраушымыз. Сол себептен Әділетханды да ертерек босатып, бостандыққа жіберсе деген, тек қана біз ғана емес, бүткіл қазақ елі күтіп отыр. Әділетханды қолдап. Сол себептен Әділетханды жіберу үшін, Әділетхан сотталмау үшін барлығына біз барамыз. Кешірім сұрау керек болса, дәл қазірде сұраймыз. Біз алдыңғы жылдан бері сұрап келе жатырмыз негізі. Ол кісілер кішкене кешірім берулер қиын болып тұр. Әділетхан аман есен бостандыққа шықса, ары қарай дәл осы жұмысын жалғастыруын сіз қалайсыз ба? Келіншек ретінде? Әлде қорқыныш үрейі бар ма? Кішкене демалыс керек. Оны әлі ақылдасу керек. Жақсы. Құрметті адвокат мырзалар, сізге соңғы сұрағым. Жалпы сіздердің мақсаттарыңыз осы істі тез шешу ғой. Біреуді соттау емес, негізгі мақсат. Негізгі мақсатымыз енді бұл жерде азаматтардың құқығын қорғау. Енді сіздер өздеріңіз кешірім беруге... Әлеуметтік желі арқылы кешірім сұрамай, біздің алдымыздан адам сияқты өтсе, біз де енді қарап қалмаймыз ғой. Сіздер енді ықпал етесіздер ма кешірім беруге өздеріңіздің қорғаудағы азаматтармен? Енді ұзақ қадам бірінші қадамнан басталады ғой. Ұзақ жол бірінші қадамнан басталады. Бірінші қадам жаңағы келіп азаматтық талапты өтеу керек. Содан кейін барып соттың алдында жаңағы процессуалдық келісімге келуге мысалы өтініш білдірді. Бірақ ол жерде ең бірінші шарты, ең тағы да бір өзекті шарты, істе жәбірленуші болса, жәбірленушінің келісімі жазбаша түрде келу керек деді. Прокуратура жаңағы тарапынан сол жазбаша келісім жоқ жаңағындай деп қазір қайтарып жіберді. Сондықтан сол мәселені біріншіден ойланып алу керек еді деп ойлаймын да. Бірақ ықпал ету біз енді тек қана әділет жолында жүрміз ғой. Әділет жолында бәріміз біргеміз. Сондықтан біз өзіміздің жаңағы сенім білдірушілерімізге айтатынымыз бар. Міне талап арызды өтеп жатыр толықтай. Сұрағаныңды беріп жатыр, кешіріміңді сұрап жатыр. Енді қазақилыққа салып, мысалы, мейірімділікке салып, мысалы, кешіруге болады деп біз өз пікірімізді айтамыз. Бірақ ол шешімді тек қана қабылдайтын өздері. Сол сияқты үкімді қабылдайтын сот. Және жаңағы оған қанша жаза сұрауды ол прокурор шешеді. Біз ешқандай шешім қабылдамаймыз. Біз тек қана ықпал етуге біз дайынбыз. Жақсы, туысқандары сіздер түсінді, енді бір күнде хабарласу керек. Ары қарай енді істі ушықтырмай өздеріңіз сөйлесерсіздер. 16-сына дейін келсе болады ғой. Бүгін міне 16-сы. Бүгін 16-сы. Аны алдыңғы процесте процессуалды жаңағы өтініш хат білдірді. Содан кейін арада қанша уақыт өтіп кетті. Қаншама уақыт өтіп кетті. Қазір. Нұртуған қайда? Нұртуған? Ерегіс емес. Бұл кісілер танисың? Танимын. Айтуларынша біздің алдымыздан заңгері, келіншегі ешкім өткен жоқ дейді. Егер өтсе бізде қарға қарған көзін шұқымайды. Қарға қарған көзін шұқымайды, бізде өзіміздің сөзімізді айтамыз дейді.
Бұл кісілермен кездескен жердің барлығында сол туралы сөйлесіп жатырмыз ғой. Өткенде мысалға СИЗОда осы кісімен кездесіп қалдық. Ол кезде де айтты, Әділетхан өзі де айтты. Жоқ, бұл кісілердің талап арманы аяқ асты кездесіп қалу емес, арнайы кездесу ғой. Арнайы кездесу ұйымдастыру. Біз ол кісілердің өзіне де жеке барып осы жаққа шығып, бірінші сот күнінен бастап әке шешелері де барып кешірім сұрап, осындай болып қалды. Жақсы, сіздер енді осы бүгін бұған дейінгі болған процестерді ұмытып, бүгіннен бастап сол бір жағдаятты жасасаңыздаршы. Келіншегі бар, бауырлары бар, ата-анасы бар, өздеріңіз жаңағы Ұзабаев бар, кім еді, Шумаев бар. Енді оған жағдай жасаймыз максималды түрде. Адамның көзі шыққан жоқ, басы сынған жоқ, қолы қалтасында, тек ар намысына нұқсан келтіріп жатсыздар ғой. Енді сол алдында міне ата-анасы бар, және 8 айлық баласы бар, қазақилыққа салынып, жәрдемақысын төлеп, кешірім беруге лайықты іс қой бұл. Біздің субъективті ойымыз, біз енді журналист болғанда ойымыз айта алмаймыз. Субъективті мнениеңізді айтып жатсыз. Бұл жерде сұрақ Ұзабаев мырза, Шумаев мырза емес. Бұл жерде бүкіл полиция қызметкерлерінің, құқық қорғау органдарының беделі болып тұр. Көрдіңіз ба? Енді бауыры қаншама адам, қаншама сәделіктен кешірім сұрап Инстаграмда. Ана жерде қаншама қаралым болды. Қаншама адамдарға таралым болды. Қаншама пікірлер жазылды. Сол себепті біз енді полиция органдарының беделі. Бұл енді өзге де заңгерлерге, өзге де журналистерге, блогерлерге сабақ болатын іс. Бірақ сабақ болсын деп біреудің баласын қамау жіберуде ол енді мұсылмандыққа жат нәрсе. Енді 26-сына дейін келсін, біз келіссөзге дайынбыз. Мәселе осыда, егер бұлар кішірейіп келсе, сіздер тәкаппарланбай кешірсеңіздер, біз мына жерде жақсылықпен ғана қауышамыз ғой, дұрыс па? Қараңыз, бүгін танысып жатырмыз өмірде. Енді бәріміз бір-бірімізді заочный танимыз сырттай. Бірақ бүгін официально ресми түрде танысып жатырмыз. Пожалуйста, 26-сына дейін уақыт бар. Келсін, келіссөзге біз дайынбыз. Болды. Жақсы. Болды, рахмет сіздерге. Ардақты ағайын, Әділетхан Молдаханға қатысты сот процесі бүгінге бітті. Келесі процесс 24 маусымға қойылды. Енді оған дейін екі жақтың қорғаушылары кездесіп, кешірім сұраса, жәбірленуші тарап кешірім берсе, бұл іс қысқарып кетуі де мүмкін. Ардақты ағайын, ұл қыздарымызға өте абай болайық.